Мне иногда приходилось применять физическую силу в отношении молодого поколения, которое ведет себя абсолютно бестактно. КВНчиктер түсірген кинолар өтеді дейді, а режиссерлар кәдімгі білімі бар нелер мамандар олардың фильмдері неге өтпейді дейді. Жаңа 2021 жыл ғой Сержан Братанның кезінде. Бауырым, ондай боғау сөздерге түспей қойсайшы. Олай актер болмай қой. Когда вот митинги идут, там кемпір шалдардың қолын қайрат, бүйтеді сөйтеді, халықтың комментарийларын оқып жатсаңыздар, сендердің қолдарына тек қана сол келеді, басқа ештеңке келемейді. Ты показал всю систему, я себя почувствовал таким ничтожеством. Классно, блин. А батя за меня заступился, мұғалім черт, он никто. бір ученик келіп өзіне мұғалімді жаман сөзбен айтып не істесе, біз сонда қайдағы мұғалімнің мәртебесі туралы айтамыз. Біздің қоғам әлі дайын емес ау деп ойлаймын. То есть, если завтра час X наступит, вот эта молодежь, которая вот сіздердің поколениеңіз, сіздерден де жастар, они встанут на защиту Родины. Вот у меня очень большое сомнение. Сәлем, құрметті көрермен, құрметті тыңдарман. Бұл қоғам дауысы YouTube арнасы және подкасты. Біз осы жерде қоғамда көтерілетін, қоғамның арасында жүрген, жалпы өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтар мен мәселелерді көтеруге тырысамыз. Бүгін бізде қонақта екі актер, екі әртүрлі поколенияның адамдары. Ержан аға Жаманқұлов, қош келдіңіз, және Ербол бауырымыз. Ербол, қалайсың? Жақсы. Очкиің күшті екен. Рахмет. Очкиің күшті екен. Ержан аға носкиіңіз күшті екен деп. Осыдан бастасақ. Жалпы бүгін подкаст форматы өздеріңіз білесіздер. Әңгіме, талқы, мүмкін келіспейміз бір-бірімізбен, мүмкін келісеміз, мүмкін Ержан ағаның мен оң жағында отырмын да, сөйтсем ударыңыз қай жақтан, сол жақ па, оң жақ па, мен кәбі ұнамай қалса бір подудар көрейін деп тұрған сияқтымын, как будто. Как раз осы біздің подкасттың тақырыбы зорлық-зомбылық туралы. Зорлық-зомбылық туралы. Жалпы қазіргі жастардың мәселесі, себебі мына Ержан ағамды шақырып отқан себебіміз осы. Енді кезінде Ержан ағамызда өз кезінде біз сияқты жас болған кезде ол жақтағы түсініктер, ол жақтағы жалпы қоғамға дейтін қарым-қатынас, қоғамға дейтін көзқарас қазіргі заманнан басқаша болып кеткен. Себебі біз қазір өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желілерді қарасақ, ойбай не болып жатыр қазіргі жастар дейтін. Алдындағы жақындағы осы неде қай қалада еді, зейнеткердің үйіне барып жастар. Көрдіңіздер ма? Бұл видеоны зейнеткердің үйіне барып, жаңағы электрик болып притворяться етіп, кіріп үйіне дейтін 70-тен асқан шалды мысалы ұрып тепкілеп кетті. Дейтін сияқты. Неге десе, себебі әлеуметтік желіге контент керек болды деген сияқты. Потом оларды енді мына жерде айқай-шу болып жатқан кезде, олар жаңағы енді көшенің балалары келіп, енді ана балаларды тастады да наказаниесін берді. Вот сондай кезде жаңағы мен ой пікірлерді оқып отырмын ғой комментарийда. Астында екі лагерьге бөлініп қалды. Біреулер айтады, мысалы дейтін, бәрін заңды түрде шешкен дұрыс дейді. Екінші жағы, ана жігіттер молодцы. Если заң не воспитывают, родители не воспитывают, улица воспитает деп тұрды. Мысалы, жаңа басқа топ балалар жинап, аналардың мысалы наказаниесін берді деген сияқты. Соны енді қазіргі современный заманда осындай методтардың дұрыстығы, бұрыстығы дейтін сияқты. Жалпы осылай жастардың көп тәрбиесіне деген тәрбиелері бар деген сияқты нәрселерді бүгін талқылайық. Ербол, енді сен жассың бізден қарағанда деп құрдас екеуміз деген сияқты. Соны жаңағы сен енді өзің жаңа жастардың атынан өз пікіріңді айтасың. Ержан аға, енді сіз үлкендер жақтан. Ал Ержан аға, жастарды көріп жатсыз қазір. Нелерін движенияларын көріп жатсыз. Дебат болайын деп жатыр. Сол, ал енді бірінші дебат сөзі өзіңізде. Былай ғой, қоғамда болып жатқан жайттарға мен куә болып жатырмын. Зорлық-зомбылық деген өте ауқымды мәселе, өте күрделі мәселе. Жастардың көбісі қазір агрессия көрсетеді, бір-біріне ешқандай құрмет көрсетпейді, бір-бірін балағаттай береді, жаман сөздермен айтады. Сонда былай бітіп, кейде қалжың ретінде де бір-бірін боқтап айтқан кезде бір-бірін өстіп
қарым қатынастарын қарасаң вроде бы безобидно да, бір бірін боқтайды, бірақ ойланбайды да, адам намысына тиеді ол, ұят емес па деген нәрселерді түсінбейді ма. Мысалы, қалай айтсам болады, негізі мынау зорлық зомбылықтың тақырыбын көтеріп отырмыз ғой, ол буллингтің мәселесі бар, көп мәселелер бар да. Мектепте де, мысалы мен өзім көп балалы әкемін, әр баланың мектепте жүрген болмысы, оқуы бәрі мені қатты алаңдатады. Себебі мен сұраймын, кәдімгідей диалог болады балалармен отырып, мектепте ешкім тиісіп жүрген жоқ па, қысып жүрген жоқ па. Айта ма? Мен балаларыма айтам, балаларым лучше шындықты айтыңдар, әкелерің ондай нәрсенің бәрін көрген деймін. Мен бәлкім сендерге мезгілі кеңесімді беремін, ақылымды айтам деймін. Бірақ кішкентайынан қыздардың өздерін мен төбелеске үйретедім. Төбелеске не үшін үйретедім? Өз үшін тұрып бере алатын. Самооборона. Ол бір. Екіншіден, ешқашан намысыңды қорлатпа деймін. Ешкімге. Себебі сен тұлғасың деймін. Кішкентай кезінен үйретедім. Сол балаларым, Құдайға шүкір, өзінің намысын қорғауға мықты, әрқайсысы өздеріне сенімді. Бірақ мен үнемі оларды қадағалап жүремін, бақылап жүремін. Айтам, ешқашан тиіспеңдер деймін. Себебі сендер актер Ержан Жаманқұловтың балаларысыңдар. Ертең дұрыс менің атыма кір келтірмеңдер деймін. Желательно осындай бір конфликтный ситуация болса, старайтесь дипломатически шешуге деймін. Никогда не доводите до того, чтобы про вас говорили: о, он меня первый ударил, бүйтті сөйтті деген. Никогда не доводите. Старайтесь максимально дипломатично. То же самое и я, допустим. Менде де мысалы қоғамда жүрген кезде неше түрлі жағдайлар болады. Неше түрлі мысалы хейтерлар жазады, не қылып жатады. Кейде мейрамханада отырған кезде бір әдепсіздік көрсетеді кейбір адамды, кішкене 100 грамм ішіп алған, деп жаңағы фамильярность допускает. Сол кезде я чувствую, обстановка назревает. Негізі мен өте қызбамын. Тез көтеріліп кетемін. Мінезім сондай, я очень горячий. Но бірақ өз-өзімді ұстауға тырысамын. И чувствую, когда конфликт, сенсорно это чувствую прям всеми фибрами души. Стараюсь максимально сгладить и красиво уйти. Енді себебі қазіргі неде заманда жалпы біраз нәрсені нені джентльменный киносын көргенсіздер ма? Сол кезде бар еді ғой, қазіргі заман дейді, былай емес, мынаумен шешу керек дейді, бәрін ақылмен шешу керек. Самое главное оружие серое вещество деп айтады ғой, мысалы Колин Фарреллдің персонажы деген сияқты. Себебі, потому что мен даже мына жақында ғана бір жаңалықтардан оқығам. Бір бар ма, бір клубтың алдында болған мәселе тоже мынандай бір үлкен видеоны қарап, дым жоқ, дым конфликт болып жатқан жоқ, просто бір-бірімен сөздерін көтере алмай қалған. Ау деп ойлап тұрмын да, себебі камера видеонаблюдениеде енді не жоқ қой, дыбыс жоқ қой. Соны қарап отырмын, жаңа бір бала бүйтіп сөйлесіп тұрды, былай жүр, нервін жетіп. Именно мына жермен келіп сөйлесіп жатыр. Мына жерде полицияның қызметкерлері тұр қастарында. Екі бала сөйлесіп тұр, даже андай агрессивный конфликт жоқ, и бір мезгіл удар, мына жігіт құлайды. Выясняется, баспен енді түскен жерге қазір жоқ, жүрген жоқ, аман, бірақ не дееспособны деген сияқты. Мысалы, сондай кездерде ойлайсың да, не керек қазір бұндай нәрсе? Мен Ербол, сен мысалы жастар ретінде қазір шыны керек, мынандай агрессивті құралдарды қолданғың келмесе де, кейбір жастар бар, тартып жібергің келеді, кәдімгідей тартып жібергің келеді. Мысалы, сенің құрдастарың, сенен кіші сәл-пәл неден енді көріп жүрсің ғой, сен жастардың алдындағысын, мысалы, көретін шығарсың, өзіңде жазады саған деген сияқты, сондай өзің ой пікіріңді айтып өтсең еді. Енді жастардың, мысалы, біздің Арқалықта, мен өзім Арқалықта тұрдым да, Қостанай облысы, сол жақта тудым, өстім сол жақта. Ол жақта тоже андай көбінесе төбелеседі балалар. Бір-бірін сөзін көтере алмайды, характерлері бар, короче. И өзгергенін айтайын. Өзгергені өскен кезде олар өздерінің характерлерін қоя салды, короче. Который қатты төбелесетіндер, спортиктер білді да, ол ұзақ қалмайды, ертең ол подножка болып шығады өзіне, өміріне. Который осыған дейін жаңа төбелескені, не істегені өзінің алдынан жаман жол болып шығатын білді да, одан кейін ол нәрсені қойып, қазір уже жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Ал который қоймай жүргендер, олар сол
өздерінің сол түбі баратын жерлеріне барды десе. иә, сол рамкаларында жүр әлі күнге дейін. И сосын ол өкінеді ертең, мысалы уақыт өткеннен кейін кезінде сөйтпеу керек еді деп қасындағылардың өздерімен бірге төбелесіп жүрген балаларды да көрді, бірақ олар характерларын қоя салып, алдыға қарай басқа нәрсемен ұмтылып, барлығын дұрыс шешім қабылдап, ары қарай уже өздерінің жақсы жетістіктерге жетіп отқанын көріп, сосын өкінеді да, менде кезінде тиікке жүрдім сөйтіп деген сияқты. Мен мысалға папамның құрдастары бар, ол кісілер тоже бандит болған ғой арқалықта. Бірақ ол кісілер өкінеді. Кейбіреуі даже ұзақ өмір сүрген жоқ. Сондықтан ол нәрсе ұзаққа апармайды, жамандық алып келеді, жақсылыққа келмейді. Сондықтан қате деп ойлаймын. Бірақ мынандай нәрселер бар да қазір түрткінге жатыр. Ол мәселенде сіздер мысалы актерсыздар, киноларға түсесіздер, иә, сол кезде. Дәл соны айтайын деп тұрғам жаңа. Иә. Мысалы Ерболдың сен түскен Сержан братан сериалы бар. Үлкен саған мынандай үлкен экранға жол ашып берген сериал деп айту керек. Үлкен танымалдық берген өте керемет сериал. Оның да мәні сериалдың как раз таки осы ғой. Жаңағы бір жігіт кезінде 90-шы жылдары жаңағы бандитизмнің романтикасымен күшпен шешіп жүрген жігіт бір мезгіл ал комаға түседі да бірнеше жылға жаңағы өмірден выпадать етіп кетеді. 21 жылға. Иә, сосын оянып тұрған кезде заман өзгерді деген. Сол жаңағы кісінің қазіргі заманға икемденуі. Бірақ бізде білесіздер ғой, көрермендер, мысалы, Слово пацана, Бригада, Крестный отец, оның бәрі романтизация емес қой. Оның бәрі как раз таки іште былай болмау керек десе, көрермен обратно алып алады, да? Пропаганда болып кететін сияқты, как будто. Мысалы, қанша Шекер сериалы туралы әңгіме. Шекер сериалы дейтін ол деген ешқай жерінен наркотрафиктің пропагандасы насихаттап жатқан жоқ. Наоборот, осылай болады дегеннің өзінде, это зло деп көрсетіп жатқанның өзінде бәрі барады, мысалы, сол жолға түсіп кетеді деген сияқты. Вот сол кезде білмеймін, енді көрерменге мүмкін, мысалы, біздің де түсірген сериалды білесің ғой, Қайрат болма адам болды, мысалы, оның да несі басқа да, ойы басқа, месседжі міне көрсетіп жатырмыз, айналайында сен осындай болады. Сырттай осылай көрінеді. Давай олай жасамайық десе, наоборот, өкінішке орай біздің қоғам астарлы моменттерін түсінбейді, что идет там определенный месседж. Ол кәдімгідей массой идет как раз таки посыл такой, что этого нельзя делать дегенде, халық оны көрмей, жаңа поверхностно ойлайды да. Соны мен кейде неше түрлі адамдар мысалы болады ғой, андай сатира, юмор бар, кейде самоирония деген бар. Адам сондай нәрсе контент түсіріп салады ғой. Сол кезде восприятиесі мүлдем басқа. Соған ойлаймын, біздің қоғам әлі дайын емес ау деп ойлаймын. Өте терең анализ жасауға, сараптама жасау, содан бір нәтиже шығарады деген бір ой салады деген. Мысалы, көбісі режиссерлардың көбісі мықты жігіттер ғой, бәрі бүйтіп дамыған, оқыған, олар кино түсірген кезде дәл сен айтқандай олардың жаңағы месседжі, әр фильмнің өзінің бір месседжі бар. Контекстар бар. Сол контекстпен дүниеге ауқымды аудиторияға көрсеткен кезде өкінішке орай ауқымды аудитория оны дұрыс қабылдай алмайды. Себебі қабылдау олда да бір қабілет деп ойлаймын. Сондықтан мысалы анау жау менен бір интервью алды, бір кімдерге, журналистер айтады, неліктен қалай түсіндірсеңіз болады дейді. Кей фильмдер дейді, мысалы КВНчиктер түсірген кинолар өтеді дейді, режиссерлар кәдімгі білімі бар, жаңағы базовый, жаңағы академический образование, журналист, жаңағы режиссер болған нелер, мамандар, олардың фильмдер неге өтпейді дейді. Мен айтамын, ол біздің қоғамның өзі осы неге терең анализге әлі дайын емес. Өйткені терең фильмдер өтпейді бізде. Көбінесе жеңіл-желпі, комедия, сол өтіп кетеді. Ал былай мысалы ой салатын бір керемет фильмдер бір түсініксіз себептермен өтпей қалады кассасы. Сәл келіспеймін. Неге? Себебі
мысалы мен постоянно мен сіз жаңа КВНщиктар деп айттым, екеуміз КВНщикпіз деп, сіз бізді ренжітпеңіз деп деген сияқты. Жоқ, ол одан емес енді әңгіме, ол деген әрдайым үлкен. мен КВНщиктарды не қылған жоқпын, Иә, мен жамандаған жоқпын, ойнап олар айтады. маған сұрақ қойып жатыр, сол себебін айтыңызшы деп. КВНщиктар халтура түсіреді деп жатыр Жоқ, ғой. ол үлкен, жалпы әлі күнге дейін как бы мынандай үлкен столға қойып талқы жасайтын тақырып негізі. Себебі дейтін, мен бір мезгілдер кәдімгідей сондай сұрақ қойғам. Кино дейтін ол не? Ол искусство ма? Өнер ма? Или развлечение ма? Ойын сауық па? И сол кезде, мысалы деген кезде, мүмкін қателесетін шығармын, субъективті ойым, мысалы оқыған, кәдімгідей академия оқыған, басқа нелерден, именно кино мамандықты оқыған кейбір бәрін айтпайын, кейбір режиссерлар как раз таки сол киноға андай үлкен искусство ретінде қарайды. Ол да дұрыс. Бірақ киноны, мысалы, развлекательный жағында менсінбеуге болмайды деп ойлаймын мен өз басым. И сондықтан да андай бүйтіп бөліп, жаңағы мынау кино емес, мынау дейтін тәлім береді, мынау тәлім бермейді, тәлім беретін кино түсірейік, анау деген кезде, жалпы кино әрбір көрермен үшін біріншіден ол ойын сауық. Ойлаңызшы, целый день сенде и так проблема көп. Сен таңертең тұрасың, кептелісте нерві, үйде жаңа нерві, бала шағаң звондайды, папа мама ақша жіберші, бүйтіп сенде нерві, отырасың, жұмыста нерві, анау нерві, и сен үй еще деген келіп просто киноны қарап, ана попкорнын шайнап, миыңды өшіріп бірдеңе қарағың келсе, еще саған кинодан бірдеңе үйретіп отырады. Сондай кезде ойлайсың да, поэтому өтпейтін шығар. Менің ойымша, жаңа айтып отыр ғой, КВНщиктар жаңағындай юмор бар, легкий фильм түсіреді. Олда да бірақ боль болады, ана жерде көрсетеді. Драматургиясы бар. Ана жақта жаңағындай оқыған режиссерлар кәдімгідей күшті кино түсіргісі келеді, кәдімгідей тәрбиелік несі бар, либо там басқа жанр түсіргісі келеді, Қазақстанда болмаған. Бірақ айтады, типа, бізде Қазақстанда тек комедияған өтеді деп ше. Менің ойымша сценарист жетіспейтін сияқты біздің Қазақстанға ше. Именно ондай киноды түсіріп көрді ғой, даже біз көрдік қой, қаншама кинолар бар, который кәдімгі шетелдікіндей басқа жанрмен түсіргісі келген. Бірақ ол жерді көрсең, тек кульминация ғана қызық та. Анау ортасындағы диалогтар, басындағы жеткенше өтте андай. Мысалы, ұзақ Оскарға номинированный болатын киноларды көресіздер ма? Жалпы. Көремін. Мысалы, соңғы болған Анора, мысалы, ресейлік актерлар ойнаған. Жоқ, Оскарда кәм Анора дейтін кино болды. Оның алдында, мысалы, Оскарды жеңген 3 билборда на границе Миссури, мысалы, там не бар еді, мен түсінбеймін. Мен қараймын, өзімді өте глупый адам санамаймын, на самом деле. Деп ойлаймын мен өз басым, білмеймін. Жазыңыздар комментарийға, мүмкін мен глупый шығамын деген сияқты. И мен ана киноларды қараймын, мен түсінбеймін просто. Что он хотел, режиссер не айтып отыр мына жерде, бұл кино қалай сонда жаңағы лучший фильм. Анораны мысалы көрсеңіз, соңғы Анораны вообще проходной кино сияқты, как будто мен үшін. Бірақ оказывается бүкіл кинокритиктар в восторге, лучший фильмді ұтып алған жоқ па мысалы деген сияқты. Сол кезде жаңа Мстителейді қарайсың да, кайф, рахат, күшті. И вот соны түсінбейсің, мен түсінбеймін ба, әлі күнге дейін миым жетпей ма, әлі или қалай деп, например. Мен Мстителейдің киноны принцип түрде көрмеймін. Неге? Маған қызық емес, себебі сіз қалай қызық емес деп баға бере аласыз, если көрмесеңіз? Мен өйткені изначально уже в общую кучу жинады ғой анау кімді, жаңағы Сталлонесі бар, анау бар, мынау бар, UFC-дің чемпионы Рэнди Кутюрді ташына қосып жіберген. Оның бәрі сразу көрініп тұр, Мстителей көрмеген. Бірде бұл актер жоқ оның ішінде. Олар жоқ. Сталлоне, сіз нені айтып отырсыз ғой? Неудержимыйды айтып отырсыз ғой сіз. Ол Сталлоненің киносы. Біз мана Мстители, который Марвел, Железный человек, Тор, солар ма? Ол да маған қызық емес. Неге? Потому что фантастика болған. Фантастика. Я, допустим, я сторонник таких фильмов, как «Жизнь прекрасна», «Погоня за счастьем», которые действительно список Шиндлера. Вот это очень серьезная вещь, которую можно смотреть и действительно наслаждаться. Реализация ғой, өмірдегі бар нәрселер, реализм. Жоқ, енді ол да қазір вообще басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін, біз енді бұл тақырыппен, себебі мысалы Мстители киносының фантастикалық өмір, жаңағы өрмекші адамы бар, темір адамы бар, там несуществующий Тор бар, бірақ
өте керемет ойлар бар оның ішінде. Пример ретінде жаңағы андай нелер бар, злодейлар бар, жаңағы таныс Антигерой. жоқ злодей ол антигерой андайларды айтады, которые жаңағы антагонист айтады. Антигерой ол андай жаңағы ол за добро, бірақ дейтін жаңағы ультри салат дейтін Дэдпул, мысалы Дэдпул антигерой да, а кім антагонист, мысалы таныс дейтін антагонист болды, бірақ ананың ойын қарайсың, на самом деле, и мен кішкене онымен келсем, ол жаңағы айтады, планета ресурс ограниченный дейді. Ол айтады. И сондықтан мен беспристрастно деп айтады кәдімгідей. Мен жаңағы байлар, кедейлер деп бөлмеймін дейді. Просто щелчком пальцев половину населения уничтожу, зато планета будет дышать, жить дейді, например. И кішкене келсесің ананың философиясымен. И сол кезде жаңағы мысалы геройлар айтады, так нельзя, анау мынау деп жаңа таныспен. И тоже ой пікірлерді оқисың, мысалы тоже көбі қазіргі енді антагонистердің бәрі өте очеловеченный, на самом деле. И тот же самый Джокер тоже. Джокер, например. Хоакин Феникс. Өте керемет туынды. Он тоже жаңағы, оны былай да оқуға болады, нелердің режиссердің несін бер. Екінші Джокер түсінбей қойдым, конечно, в итоге миым жетпеді оған тоже. Бірақ біріншісі, конечно, мощный. Енді сол жалпы бастағым келіп отқаны, жаңағы осы неге киноның несіне алып кеттім, сол жаңағы мысалы сіздердің де сомдайтын образдарыңыз, сіздікі жаңағы кейбір кезде жаңағы полицияның образдары болады, анандай агрессивный, мүмкін жаңағы бандит, там бірдеңелердің образдары болады. Соның бәрі осы қазіргі жастардың нелеріне, миларына қалай әсер етеді деп ойлайсыздар өздеріңіз? Түсінесіздер ғой енді, все-таки ол да бір үлкен жауапкершілік. Әрине, ол мысалы менің сомдайтын персонаждарым мысалы көбінесе полиция полковнигі, полиция басшылары. Мен өзім енді өмірде тәжірибемде болған жағдай, мен органда жұмыс істегем, тергеу подразделенияларында, следственный подразделениялар. Сондықтан өз мансабымда 5-6 басшыларды көрген. Солардың әрқайсысынан образдарымен әлі көз алдында, манера поведения, стиль. Поэтому для меня как бы создать этот образ, что-то привнести от себя, для меня это, я получаю огромное эстетическое удовольствие, наслаждение, потому что практически все режиссеры соглашаются с тем, что у меня действительно есть опыт, я могу кәдімгі өзім кеңесімді беремін, мына жерден өтпейді, мынау сценарийда мынандай сөздер жоқ, это не свойственно для поведения начальника деп, вы что-то чересчур неғыл жіберіңдер деп, шеттен кетіп баратсыңдар деп, я стараюсь неғыл реттеп қоямын. Бірақ енді жаңағы тәрбие жағынан, мысалы қандай береді? Көбінесе я играю таких персонажей, которые, возможно, у ныне работающих, действующих сотрудников полиции внутри қытығы оянып, блин, это же, по сути, зеркальное отражение меня дегендей. Вот соны айтып отырмын ғой, жаңағы, то есть, оны считывать ете ма, оқи ма ол нәрсені? Считывают, конечно, считывают. Именно те, кто понимает, что, допустим, для этой аудитории, которая в органах работает, для них, для всех мой образ понятен, они все знают это. Для тех, кто дилетант, в этом ничего не понимает, обыватели, да, люди, которые никогда с органами не сталкивались, и даже приводов милиции не имеют, полицию не имеют, чтобы они понимали, что это чревато чем. Если он туда попадет, то с ним могут вот так обойтись жестко. Причем настолько жестко, что мама не горюй, что даже, я не буду говорить про одного человека, он актер, когда-то в өмірінде так получилось, что он отсидел определенный срок, и он эту субкультуру очень хорошо знает, он знает вообще, все знает. Его не проведешь, он очень сенсорно чувствует. Даже бывало, он своего рода для меня был первый критик. Я какую-нибудь роль сыграю, говорю, посмотри, оцени. Он говорит, я верю. И вот, говорит, когда ты в 5:32 сыграл, там, образ Олжаса Кайратовича, когда ты заходишь, вот этот серийный маньяк с городка сидит, а вы кто? И ты вот хладнокровно одним только словом сказал, выразил, ты показал всю систему, я себя почувствовал таким ничтожеством перед. То есть на месте того вот этого маньяка я себя почувствовал, говорит, как ты представил одним словом, взглядом, всем видом, что ты вот эта вот вся система, которая сейчас как каток по нему пройдется, все,
и ты этим показал, дейді. Я же сам содрогнулся, сидел, говорит, я тебе реально верил. Сосын, Енді қараңыз, бұл дейтін мынандай кері әсерін деп ойлаймын енді. Все-таки ол жүйе енді білеміз, көргенбіз, естігенбіз деп айтайықшы, да, мысалы дейтін жаңағы правоохранительный органдардың кейбір, ну, давайте так назовем, есть какие-то незаконные методы выбивания информации дейтін сияқты, например. И ол дейтін, например, да, как бы не берусь брать это слово, слишком громкое слово, мне так кажется. И вот сондай кездерде мен ойлаймын да, жаңағы ол дейтін енді насколько заңды оның бәрі, одан ол бір, екіншіден енді қазіргі заманда, ашық заманда видео бар, әлеуметтік желілер бар дейтін сияқты. Бұндай нәрселер не приветствуется біріншіден. Екіншіден кейбір сол жүйеде, мысалы правоохранительный органда жұмыс жасайтын қыздар, жігіттер бар. Андай как раз таки полицияның мынандай образынан арылғысы келеді. Вот жоқ, осындай болайық, например, осындай болу керек. Жаңа бір примерлар бар, вот там, допустим, неге американский полиция, мысалы, кинода олар ондайды өйтіп көрсетпейді. Олар да болады андай кейбір кезде, да, там вышибалы, бүйтеді, сөйтеді дейтін сияқты. Бірақ они в большинстве своем случаев положительные, очень положительный персонаж. Бізде, как правило, почему-то полиция всегда отрицательный персонаж. Всегда. Либо комичный чересчур, либо как будто бы андай бір чрезмерный давление бар персонажда. Ну, по всей вероятности, все-таки те же самые режиссеры, практически все, ни один из режиссеров никогда не служил в органах, не работал, и он не знает, что такое органы. Yeah. Правильно? По понятным причинам, да, потому что они режиссеры. Они режиссеры, да. Но они хотят воссоздать эту ситуацию. Это клишованность. Клишованность есть. Yeah. Почему? Потому что реально на сегодняшний день реалии нашей жизни таковы, что без обид, ребята, органы внутренних дел, органы полиции где-то подмочили свою репутацию, дискредитировали себя в каком плане. Когда вот митинги идут, там кемпір шалдардың қолын қайрат, бүйтеді, сөйтеді, халықтың комментарийларын оқып жатсаң, там сендердің қолдарына тек қана сол келеді, басқа ештеңке келе алмайды. Вы не умеете, вы всегда на страже, короче, власть имущих, халық үшін тұрмайсыңдар деп. И поэтому режиссеры, возможно, создают этот образ такого махрового коррупционера, взяточника, там, который все делает в угоду власти. Поэтому в этом ключе, в этом контексте показывается. Но ол андай нәрсе ғой, ол видите, қайтадан, то есть ол деген енді бүкіл... Это отражение, реально зеркальное отражение нашего общества. Да, да. А вот в советское время фильмы смотришь по советскую милицию, блин, все время показывают фильмы, любой фильм возьми про советскую милицию. Действительно, с детства нам давали понять, что милиция, дяденька милиционер, да, дядя Степа, там, всегда поможет, всегда придет на выручку, всегда благородные образы создавали, что, блин, человек реально, если беда, он бежит и бір сенімға не істейтін андай бір сенімнен айырылып қалды. Енді бірақ ол дейтін, енді ол мынандай персонаждар болғанымен ол бүкіл системаға да не істеуге болмайды. Өте жақсы жігіттер бар, милицияда жұмыс жасайды. Мүмкін өздерін көрсете алмай жүрген шығар. Мүмкін бәрі осылай істейді, мен де солай істеймін деп жүргендер де бар шығар, хотя іште істемейтіндер, да, мысалы. Ол андай ғой, қазір өздеріңіз білесіздер, машинамен келе жатырсың да, ГАИ келіп пырт десе, уже напряг басталады ғой. Қазір бірдеңе болады. Қазір саған штраф іледі, анау мынау дейтін сияқты. И хотя там андай менің ойымша мынандай мелкий нарушениялар ғой, я қазір келіспейді мен бір мелкий нарушенияларды үлкен жиналып үлкен нарушенияға алып келеді, сол дейтін бір безнаказанность, бір үлкен безнаказанностьқа алып келеді дейді. Бірақ та кейбірде болады енді андай жігіттер мысалы. Ну, бывает. Фарыңды қоспай шығып кеттің бұлардан. Ал, например. Сол үшін, там, үлкен, если мен трассада келе жатсам, тасқараңғы трассада, базар жоқ, машинам бір аварийный ситуация создавать етуге, не істеуге, пожалуйста, дейсіңдер. Мен двордан енді шыққан бойымда, например, кейбір кезде тоқтатады, и миыңды айдайтсың, братан, мен қазір шығып келе жатырмын. Жоқ, и түсінесің да, обработка, уже бір коррупционный риск басталады ана жерде, типа, что там, братан, бересің ба деген сияқты, например, ол сондай кезде. А кейбірлері болады, например, тоқтатты, бір рет келді, айтты, вот осылай. Фарыңды өшіп тұрсың, блин, ұмытып кеттім, анау-мынау, қазір шығып келе жатырмын дейді, давай не нарушать, брат, дейді да. Например, ременге тиіспейтіндер бар. И вот сондай кезде сенде кәдімгідей, вот наоборот, мүмкін осындай персонаждар, уже бір доверие пайда болады. Мүмкін осындай персонаждарды көрсетейік дейтін сияқты. Жаңағы сіз советский киноны дұрыс айтып өттіңіздер. Және де қазірде, мысалы,
көрші елдегі бір керемет сериал бар, көрсеңіз көрмесеңіз, начальник разведки дейтін, про становление системы КГБ во времена Второй мировой войны. Ананы қарайсың ғой, ничего себе, ана жақтың жігіттері, прикинь, семьясын қойып, бәрін қойып, жаңа мемлекеттің несін жұмысын жасап, жанудың, хотя КГБ-ның системасын бәріміз енді мынандай оқимыз, например, тоже незаконные методы, пытки, анау мынау болды, бірақ та сен киноны көресің да, ойлайсың андай, ничего себе деп. Неде, все-таки инструмент пропаганды ғой, да, в любом случае. Кино, сериалы, любой жалпы контент, ол инструмент пропаганды. И сол кездерде мүмкін біз ойлаймыз да, қазір әлеуметтік желіде қандай, короче, давай, там бәріміз отырып Геленваген сындырайық, короче, там таспен бүйтейік сөйтейік, бірдеңе, давай, неше бургер жеп қоясың осы жерде на месте, бүйтесің сөйтесің дейтін контенттерді көрсетеді. Или там, давай, готовсың ба там трэш-токқа какой-нибудь, голый пробежаться жолда, мен саған там 50 мың там или 5 миллион берем, короче, бүйтем сөйтем. Да блин, и конечно, содан кейін біз жастарға қалай ренжейміз, если біз осындай нәрсені көрсетіп жатсақ. И жаңағы кейбір кездерде, мысалы сенің, допустим, блогер болған неңе, сен кейбір кезде, андайды айтпайсың ғой, қанша оның алдында осы популярностьқа келу үшін қаншама жыл еңбек еттің, қаншама жыл сен, мысалы, мен сен неше жыл таныспыз, КВН ойнаған, КВН ойнады, қанша КВНдер келеді, ұшып кетеді, келесі жыл қайттан келеді, келесі этапқа көтеді, ұшып кетеді, келеді, и талпынады да постоянно. Ерболдың осы жерге келіп популярный болып, ол закономерность болды. Бірақ та мен кейбір блогер балаларға айтамын да, жігіттер, неге сендер сол жолды айтпайсыңдар? Андай терлеп тұрып, шығыртып тұрып, бүйтіп тұрып келген жолдар неге сразу успешный успех? Всегда. И, конечно, содан кейін жастар келеді. Ойлайды да, бәрі жеңіл. Просто, типа, давай, менде там Тойота, Ойота, деп сүре салайын да, менде популярный боламын деп ойлайды, например. И сол кезде мен айтамын, давайте осындай жерлерде жігіттер, пожалуйста, айтып жүрейік, нелерің бар. Қаншама жыл еңбек еттіңдер, қаншама жыл бүйтіп жүрттіңдер, командаларың болды, командасыз болдыңдар, one отстап кетті. Ол путьты да айтып өту керек, аға. Мен де ойлаймын. Например, сіздің де жаңа камерадан тыс енді біраз сөйлестік қой, сіздің өміріңіздің этап тоже өте қызықты. Бэкграунд өте күшті. Жаңағы мысалы Ержан ағамыздың ол киноға келу, ол на самом деле случайность, бірақ тоже как будто бы бір закономерность болған сияқты болды да. Например, себебі енді ол кісінің өзінің болмысында жаңадан бері осы. Қазір кішкене жинақталып отыр камераның алдында. Камераның сыртында. Жоқ, қазір айтып берсем қазір ол елдің бәрі. Жоқ, негізді айтам. Ол да бір история кәдімгі. Экспрессияңызды айтам, энергияңызды айтам да, ол деген жалпы энергиясы бар адам, ол жалпы любой адам шығармашыл адам. Қазір бәріміз болады осындай камераға келген кезде жинақталып қалғанымызда кішкене. Жоқ, я абсолютно спокойно. Допустим, даже мен киноға келген, мысалы, мен просто вкратце айттым да, чтобы не рассказывать всю историю. На самом деле это реально путь такой. Представьте, да, сол жылдар Каспий деген әңгіме жоқ, перевод деген жоқ. Я вечером машину помыл и на мойке. Это была зима, холодная зима. Всю ночь шел снег, вот такая шапка снега лежит. Вот, ребята, признайтесь, кому интересно утром вставать и чистить снег? Никому, да? Никому не интересно, да? Во-первых, у меня вот джип, и он закрылся, короче, есігі қатып қалған резинкалар. А мне где-то 2:30 дня досым звонит, Ереке, осындай кастинг отыр. Бүгін соңғы күн, сағат 6-та бітеді, үлгірсең үлгірдің деп. Я подумал, а ол кезде әмиям, жаңа бумажник, бардачокта жатыр. Ақшаның бәрі наличность. Каспий деген әңгіме жоқ, ояқта, брат, толкни деп айта салатындай. Соны ашайын десем ашылмайды. Соны ойладым, даже отырдым да, қойшы бармай қоямын. Тастай салуға болады. Жоқ, сөйтіп неше түрлі күрес болды іште. Қойшы. Я зачем напрягаться, ехать сейчас. Еще мен өзім ауылды жерде тұрам, қаладан алыстау жерде. Пока жеткенше Аль-Фарабидан Қазақфильмге, пока жеткенше уже и так кеш болады, мен үлгірмей қалам, зря просто время потрачу. Қыста еще жүрген кезде бәрі медленно жүреді, қар. В то время как раз именно когда у меня кастинг был, кстати, вы знаете, да, кто был Аким? Снега было везде сугробами, там не убиралось, короче, жүресің, обязательно біреу-біреуін стукнет. И вот я соның бәрін көз алдыма, у меня воображение очень большое, елестетім, сейчас не. Сөйтіп ойладым да, бармаймын деп уже бас тарттым ол идеядан. Соны отырдым да, іштен ойладым. Вдруг маған Алла бір сый беріп тұр маған бір. А мен болсам болмайтын бір форчикаларды іздеп, обстоятельстволарды айтып, отказываюсь от своей мечты. Алдында жоқ, надо дедім. Сол кезде елдің ауылда бәрі мен таниды, то что я, человек
принципе, который может себе позволить наличность, да, у меня есть машина, но машинам ашылмай қалды. Я выбегаю пешком, без денег в кармане, көшеден өтіп бара жатқан такси тоқтатып, ол апа бақан астында тракторист болып өмір бақи істеген, сол ауылға көшіп келіп бізге жаңағы таксовать етіп жүретін. Сол апа мені таниды ғой, тоқтатып, үлкен кісі 70-ге қылған. Апа қалыңыз қалай, мен орталыққа апарасыз ба дедім. Отыра қой. Бірақ мен сразу айтамын, менде ақша жоқ, машина ішінде қалып, болды, білемін ғой сен қандай адам екен. Она меня довезла, а потом орталыққа жеткеннен ары қарай ақша іздеу керек. Жол жөнекей жаңа звондап інілерге, інішектер бар, звондап, ақша бар ма? Я келе бер, братан, мен неден жаңа мойкада машина жуып жатырмын дейді. Соны звондап жатсаң, трубканы алмайды. 17-18 звонок жасап тастадым уже. Явно, что телефон машинада қалып қалды. Содан барамын да первый попавшийся будкаға кіріп, там, который телефон жөө дейтін балаға келіп, братишка, осындай маған 1000 теңге бере тұршы деймін. Сонда мен түсініп тұрмын, 1000 теңге тек қана қазақ фильмге в один конец. Қалай келем, мен оны ойлап тұрған жоқпын. Өйткені менің шансым болып тұр өмірде. Сөйтіп аламын да жаңа 1000 теңгесін сұраймын, и уже ашық айтамын. Не говори, что на кастинге, я говорю, мен киноға түсуге шақырды деп. Уже сам предвосхитил события, как бы зарядил энергия космосқа жібердім сол посыл. И получается, болды, конечно, деп берді. Сөйтіп такси ұстаймын да ауылдан, короче, до Қазақфильма 1000 теңгемен доезжаю. Еще они меня такси алады да Гагариннан нәубетінен қалдырып кетеді. Көпірдің үстінен надземный мосттан жүгіріп, пока ПЛК іздеп, қай не екен, кабинетін іздеп, әрең тапқан кезде 6-ға 5 минут қалды, олардың уже жиналып кетейін деп жатыр. Уже последний день бітті уже кастинг деп. И тут я залетаю, и вот прям говорю, язык на плече, сөйтіп айтып берем ғой, давай я вот пришел на кастинг, олардың бәрі настроение жоқ, бәрі чемоданный киініп кетейін деп жатқан. Қарындары ашып бәлкім. Сөйтіп аламын да мен ойлады қазір бір ары кетсе 10 минут тыңдаймыз да, до свидания деп айтамын. 1,5 сағат тыңдатқыздым ғой. Сол кезде олардың ауыздары ашылып қалды. Я вижу, что им это залетает. Не сияқты стендап сияқты болып кетті. И поэтому мне сказали, вы классные, вы нам понравились, мы вам позвоним. Я подумал, все, не позвоним. Алматыда соғы. Когда говорят, мы вам позвоним, значит, никогда не позвоним. Привыкайте. Через день мне перезвонили и сказали, что я прошел. И меня утвердили на роль Адилхан Ержанов, картина «Ночной бог». И с этого момента началось мое вот шествие. И с тех пор 80 ролей в кино. Енді қараңыз да, вот осының бәрінде тоже көбінесе айтпайды ғой. Осындай, мысалы, қандай еңбек тер болды қазір да, мысалы бір ситуация, просто жетудің өзі қанша ситуация болды, мысалы айтып отырсыз. Сіз қазір қалай айтады, мен кастингке келдім, вот осылай, понравился кастинг директор, и сөйтіп мен шақырды. Все, как будто бәрі оңай сияқты да. И вот сол кезде де қазіргі енді мысалы жастардың да миында сөйтіп қалып кетеді, бәрі оңай деп. И андай жоқ уже. Тоже кейбірлер айтады, ол жаңа мысалы кейбір актерлар болады жаңа, мен образованием жоқ профильный. Мен мысалы сөйтіп бүйтіп барып киноға түсе салдым, бүйтіпсің. Кейбірлер айтады, например, андай да болады ғой. Кім айтып еді, ана Стив Джобс, кімдердің, ана Марк Цукербергтердің историяларын айтады ғой, короче. Бұл оқуын тастап кетті, жаңағы бүйтті сөйтті, оқыңыз, потом одан кейін ешкім білмейді, одан кейін бәрі олар Гарвард бітіріп тастаған, бүйткен сөйткен білім по-любому керек та. Әрине керек ол дейді. И сондай кезде біздікілерде қазір не істейді жаңа, все, орта жолда мектеп тастап кетеміз, мұғалім маған не авторитет, мысалы, қанша ситуациялар, мысалы, сізде әке ретінде жаныңыз ашитын шығар, андай бізде сенде арқалықта енді стопудово ондай болды, андай мұғалім авторитет болды. Болды. Сен үйге, не дай бог, мұғалім нен әңгіме естіп келдім деп атанаң айтқан кезде, сен атанаңнан дополнительный таяқ жейсің. Сосын барып, еще мектепте бар таяқ. Қазір, ойбай, жастар дейді, көріп жатсыздар ма? Қазір еркіндік өте қатты көп мектеп оқушыларында. Бізде мысалы мұғалім оқыған кезде, сіздер енді понятно ғой, бізде енді біз соңғы поколениеміз ғой, который көрген мұғалімнен қорқатын ше. Біз кәдімгідей қорқатынбыз, мұғалім осылай тақтаға шығарып бұрышқа тұрғызып, вообще ол уже бітті, сен үйге барасың, болды уже, үйде сен мама папаң ұрады, короче. И қазір ондай жоқ, қазір телефонда барлығын шешіп салады, мама папасы да шешіп салады, басын ауыртқысы келмейді, там жиналысқа барып бүйтуге ақшасын берседі, мұғалім қойсайшы бірдеңе, короче. Сөйтіп жүре берді, жаңа балада еркіндік пайда болады. Мұғалімге А десе Б дейді деген сияқты, содан кейін уже не имеете права деп. Содан кейін уже несі өсет. Жақында, кстати, ништа болды ғой жағдай. Мына осыны айтқым келіп отыр. Басқа адамдарға да кәсіпте мен істей алады екенмін ғой, олай. Сен үлкен кісіге андай әңгіме айтып тұрғаннан кейін басқа адамдарға да неуважение болады да. Осындай ситуация болды. Болды бізде өткенде Боралдайда, білесіз ғой,
бір кішкентай балалар короче бізге келіпті да типа ассалаумағалейкум қалайсың братан дейді да Ержан аға. Кішкентай бір 3 оқи ма 2 оқи ма Ержан ағаға братан дейді. Сен жынсың ба? Мектепте үйретпеді ма саған үлкен адамдармен қалай сөйлесу керектігін деп Ержан аға айтты да. Вот видишь, осындай кішкентай бала білмейді да қалай сөйлеу керектігін үлкендерге. Қазір вообще үлкендердің өзімен менің өзім қазір ана кісілер таксиге бір отырсаң, бір 50 жастағы мужик келеді да. Брат, дос, Каспийге ғой дос. Брат дейді да, короче. Ол кісілер өзінің несін құртып отыр да. Інім деп айтса, или хотя бы бауырым деп айтса да, ол кісілер тоже жаңағыдай брат досқа үйреніп кеткен үлкен кісілер. Бұл жаңағыдай не жоқ, бұрынғыдай субординация жоқ үлкендермен ше. Сол нәрсе кетіп бара жатыр, үлкендердің құрметі кетіп бара жатыр. Даже бұрынғы сіздердің замандарыңызда 2-3 жас сізден кішілердің өзі сізге аға дейтін еді ғой мысалға. Қазір уже ондай. Қазір 10 жас болса да сен десіп брат сен нема деп тұрады ғой уже. Жақында ғана мына Ержан аға айтып отыр ғой, қазір тоже жаңа бір мектепте болған, да, жаңа экзамен тапсырып жатқан кезде телефон өткізген ғой бала. Телефон өткізген, соны жаңағы мұғалім телефонын тартып алып, жаңағы енді в общем бір ситуация болғанда, и жаңағы жаман сөзбен мұғалімге қарай шыдан басталатын сөзді айтып тастапты да. Мысалы. И мұғалім, естественно, барады жаңа дисциплинарный комитетіне. Ана балам, прикинь, мектеп бітіруіне 2 күн қалды, 11-ші класс оқитын бала ғой. 23 мамыр күні мектептен отчисление. Нешінші класс оқиды? 11. 2 күн қалды мектеп бітіруіне. Ниш бітіріп Ниш ба? Ниш бітірді 2 күн қалды. Ол резонанс болып кетті ғой бұл. Министрға дейін жетті ғой әңгіме бұл. Анда кейбір мен сол кезде кейбір. Итоге не істеді ол бала бітірді ма? Енді қара. Осы ең қызық мәселе осынаған келіп тірелді ғой. Себебі дейтін жаңағы мектеп менің ойымша, жалпы көп пікірлердің ойынша, сіздің ойыңызды бойынша мектеп өте дұрыс істеді. Қатал жаза. Бірақ та ол жаза дұрыс жаза болды. Енді ары қарай ана ішіндегі енді білмейміз да бүкіл оқиғаның бәрін, бірақ мен бір пікір. Ол кешірім сұрапты деп айтты кейін. Кешірім сұрапты несі. Бірақ та нелер айтады тоже ана сол мектептің системасында оқыған балалар да айтады да, мектеп всегда дейді негізі оқушының жағына тұрады дейді. Егер де ол мынандай мераға келсе, значит бұл дейтін первый выход кісі емес деп тұр да. Жаңағы сөйтіп жаңағы бірінде жиналып и уже просто точка кипения, мынау уже капля болды, сосын лақтырып тастады. И сол кезде жаңа кетті. Вы что, вспомните өздеріңді 17 жастарыңда дейді, например, кейбіреулер айтады. Простите, что вы мектебін бітіре салсын, бүйте салсын. Кейбір депутаттар тіпті баланың позициясын ұстап, мысалы. И ол сол кезде біз қанша айтамыз, мысалы, президентіміз де айтып жатыр, біз де айтамыз, мысалы, педагогтың мәртебесін көтеру керек, бүйту керек, сөйту керек. Сонда мынандай ситуацияда, сонда жаңағы бір ученик келіп өзіне мұғалімді жаман сөзбен айтып не істесе, біз сонда қайдағы мұғалімнің мәртебесі туралы айтамыз ғой, например. Дұрыс істеді деп ойлаймын, мен өзім. Өте орынды шешім, өте орынды, себебі менің ойымша, ондай бітірген жоқ. Поведение үшін жоқ. Жазасын алу керек. Себебі осы сол именно в воспитательном контексте вот это было правильное решение. Потому что себебі если бы его простили бы еще раз, да, келешекте он бы еще пострашнее вещи, он лучше бы спасибо скажет, что с ним так обошлись. Его перевели в другую школу, тоже платную школу, чтобы он там закончил. Ну, естественно, да, у него пусть в душе будет осадок, что басқаларға да бей, есть же выражение, бей своих, чтобы чужие боялись. Сол сияқты для других это было действительно сабақ болады. Артындағы жаңағы 10-шы класстар келе жатыр, 9-шы класстар, сыныптар, олардың бәрі ойлану керек. Негізі біз кезімізде мектепте оқып жүрген кезде не дай Аллах, мен мектепті үздікпен бітіргенмін, с отличием бітірген балам. Бірақ енді мен бір жағынан, чтобы вот этого комплекса не было, ну вот этого мнения не было, что я вот отличник, значит, патриот, ботан. Я после обеда дрался в школе, там, оно со всеми пацанами наравне ходил, для того, чтобы как бы быть всегда на волне дегендей. Я к чему это говорю? Но при всем при этом, когда мне Аким жиналысқа барады, родительское собрание, я знаю, что я отлично учусь, знаю, что у меня поведение, ну, нормально. Соның өзінде Аким жиналыстан келгенше мен дірілдеп отыратын себебі, не дай Аллах, какой-то учитель скажет, сіздің балаңыздың поведениесі дұрыс емес, мына жерде бүйтті, сөйтті деген сөздің өзі, хотя это как раз таки подростковый период, возраст, юношеский максимализм, хочется себя показать, что-то делать, но мы знали, что это табу. Мұғалімге сөз сөйледің ба, ты әкеңнен де таяқ жейсің, шешеңнен де таяқ жейсің,
И никогда әке шешем нашу позицию не занимали. міне осы да бір қазіргі заманның бір үлкен мәселесі деп ойлаймын. Себебі ата-аналар бірге жабылады мұғалімге еще келіп алып. Ондайлар да бар. Сен менің баласымен бірге, сен мысалы, сен неге мойындай? Мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ одан кем болған жоқпыз деп ойлаймын. Басымыздан да түртті, карандашпен де бүйтіп жіберді, сөйтіп жіберді дейтін сияқты. Мүмкін дұрыс емес енді білмеймін, қазір ондай жоқ шығар. Бірақ та дейтін сен не имеешь права, анау, конечно, бала дейтін ата-ана өзінің ата-анасы баланың көзінше мұғаліммен конфликтке кіріп ұрысып жатса, что вы себе, конечно, бала да бір безнаказанность түсінеді. Либо білмеймін, егер андай прям кәдімгідей жан ашып жүрген ата-ана болған, мен түсінбейтін шығар, мен үйленбеген бала шағам жоқ, мен сол үшін түсінбейтін шығармын, например, ондай нәрселерді. Бірақ та мен бүйтіп ойлаймын, келіспейсің ба мұғалімнің решениесімен, в любом случае, ни в коем случае бала шағаң көзінше көрсетпе ол конфликтті. Мұғалімін шығарып ал, кабинетке кіріп ал, баланы қуып жібер, бір жерге далаға бар, доп теуіп келсін, пусть о своем поведении подумать дейтін сияқты. Мұғаліммен шешіп таста, айқайласаң айқайлас, келіспесең келіспе сол жерде, но баланың көзінше емес. Баяғыда айтатын еді ғой, первое правило родителей: если ругаетесь, но не при детях деген сияқты, например. Знаете, да, я просто одну вещь хочу сказать. Именно те родители, которые защищают своих отпрысков, входят в открытый конфликт с учителем, они на свою голову именно как раз-таки өздерінің басына үлкен бір проблеманы тілеп алады. Келешекте сол балалар кім кепіл болады? Потому что ол бала ертең өзіңе сөз қайтарады. Өзіңді құрметтемейді. Өзіңді сенің ни во что не будет ставить. Потому что ты показал своим примером, что старших можно не уважать. И ты сделал это, түбі өзіңе бумеранг болып айналып келеді. Сол балаң сені ертең ни во что не будет ставить. А если ты с детства показал, что учитель — это номер один человек в их жизни, потому что полжизни они проводят в школе же, это тоже их дом. И они должны понимать, что и там тоже есть как бы правила, которым надо подчиняться, что это жизнь, что человек должен понимать. И тогда ему легче будет этого ребенка воспитывать. А если он каждый день бастап баланы сөзін сөйлесе, баласы: классно, блин, а батя за меня заступился, мұғалім черт, он никто. И завтра начинается потом жұмысқа тұрса, бастық тоже ему не указ, этот не указ. И потом в итоге получается кто? Мы получаем такого индивида, который в жизни столько проблем создаст для своего того же родителя. Он скажет: зачем я это сделал? Вот на корню надо это пресекать, сразу же пресекать, потому что я считаю, и вот это вот понятие личность, я считаю, что личность как раз-таки, вот возьмите Японию, как в Японии дети, оказывается, первые 4 года или 5 лет их учат уважать друг друга как личность, уважать учителя, да, проявлять вот это вот коммуникация в них. Соған үйретеді. Сабақты үйретпейді екен жаңағы. Жазуды, именно уважение. Поэтому жапондықтарды көресің бір-бірлеріне қалай, Кореяны көресің, бастарын бүйтіп үлкен кісілерді көрген кезде, это не от того, что там это, просто это действительно культура уважения к старшим. К сожалению, это у нас сейчас общество. Мы жақында бір ауылға барғам, андай қатты таңғалып қалғанды, бірақ андай бір жағынан ішіндегі сәл андай бір грустный момент болды. Бір алыстағы ауылға бардым да, жаңа келіп көрдім, машинамен кетіп бардым, жолда болмайды, бір топ кішкентай балалар тұр, короче. Жігіттер ассалаумағалейкум келеді да, сенімен амандасады. Мен настолько шок болып қалғам ана ситуацияға. Бір мезгіл бүйтіп ана мектептің балдырған ассалаумағалейкум балдырған мен жүргендер бар, ассалаумағалейкум бәрімен амандасып қалайсыз, ана кімнің үйі ана жерде ғой аға деп сол барасың да, мен қандай кайф. Апа сенмен келіп, менің балаларым сондай танымайды, келіп қолсыз амандасып жатыр. Баяғы жылдар ол дейтін обязаловка болады. Танисың ба там? Қазір дейтін енді шынымен де адамнан қорқатын заман, адамнан қорқатын заман болды. Қазір дейтін кезінде дейтін естеріңізде болса андай, енді ереке оны сіз точно басыңыздан өтті, кішкентай кезімізде көршілердің үйлерінде жататынбыз дейтін сияқты, мысалы жаңағы целый день біреудің үйінде жүресің әйтеуір. Қазір дейтін көршімен араласпайтын адамнан қорқатын заманға келіп қалдық та, бірақ андай приятно екен кәдімгідей. Ауыл аймақтарда әлі күнге дейін бар ондай нәрселер. Менің балаларым сол үшін ауылда өсіп жатыр.
ауылды жерде өсіп жатыр. Я стараюсь их оградить от именно қаланың негативінен ограждаю. Ауылды жерде, мысалы, мен балаларым таниды ма, танымайды ма, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Машинадан біреудің машинасына түсіп бара жатса, мысалы, таксимен, бір кейде таксимен жүреміз ғой, отырады да жүргізушімен, ассалаумағалейкум аға дейді, түсіп бара жатқан, сау болыңыз аға дейді. Мне самое приятно, что это у меня дети. Мен балаларым сондай әдепті. Бірақ екінші сторона бар. Ден жаңадан бері айтып отырмыз ғой, жастар үлкендерді сыйлау керек, үлкендерге құрмет көрсету керек дейтін сияқты да. Бірақ кейбір үлкендеріміз бар. Мойындайық. Ондайдан үлкендеріміз бар, андай. Жасына ғана сыйлайсың болды. Басқа әдеп несі, жүрісі, тұрысы, жаңағы сөйлеген сөзі дейтін сияқты, сондай кездерде ойлайсың да. Вот қалай дұрыс болады? Ол кісінің істеп жатқаны мынау, бірақ ол сенен жасы үлкен. Сен сыйлайсың ба, сыйламайсың ба? Сыйлау керексің ба, сыйламау керексің ба? Жоқ, егер де кәдімгі бір ситуацияға байланысты ғой, ол ситуацияда ол кісінікі дұрыс емес болса, дұрыс жағынан түсінесің ғой. Осылай сіз негізі осындай болу керек, осындай деген сияқты. Если датаға түсінбей жатса, онда жақсы деп кетіп қалу керек деп ойлаймын. Жақында мынандай история болған. Келдік, бір жаңағы бір баратын жеріміз болды, адрес. Сол жерге жаңа машинамен келдік те, мына жерде жанында парковка тұр екен. Сол парковкаға шлагбаум ашық тұр, кірдік, қойдық, машинаны қойып кеттік та, шығып мына жаққа бар. Сөйтсе, мынау дейтін бір заведениеға қатысты парковка екен. Біз ол заведениеға барған жоқ, мына жаққа бардық қой, соны келіп, жаңағы машина бір сағаттан кейін машинамызды алып кетуге келсек, аға атып шықты да, аяқтан үлкен кісі. Сразу, аға, ассалаумағалейкум біріншіден. Екіншіден, не болды? Вот осылай, біз білген жоқпыз деп айтып отырмын ғой. Не болды? Сразу боғауызбен кіріп келіп мына жерге. Әкемізбен жасы жақсы, үлкен кісі. Андай охранник болып жұмыс істейді. Власть болды ол кісілерде. Охрана деп қояды бір жерге. Сен осы жерге жауаптысың, осы жерге бірдеңе сен мойныңда, короче. Ана кісі тұрады да, бауырым, андай қылып отыр, басы сезімше. Не, маскын кисе, мынандай болған сондай карантин кезінде. Комплекс Наполеона, карантин кезінде болған ғой, дәріс алғыңыз, бауырым, маскын киіп алшы, бауырым, деп шандай. Мен айтамын, жай айтсаң, брат, киеміз ғой, мен былай. Жақсы болып тұрайын да. Сол сияқты ғой жаңағындай бүйтіп, деп бүйтіп қалады да охраналар. Жоқ, жұмысына ұқыпты қарап отқаны дұрыс, конечно, бірақ андай ұшып келіп, я говорю, аға білген жоқ. Обращениесі күшті болса, кешірім сұрап кетесің, қолын алып кетесің да. И ана жерде менде резко обратка сұрап өтіп қалды. Вот ойлашы, үлкен кісі кеп, түсінесің енді, тоже мүмкін бір не от хорошей жизни охрана жұмыс жасап жатқан шығар деп ойлайсың да, бүйтіп ойланып кетесің кейбір кезде. Бірақ саған деп жатқан кезде, сен де такой, аға, успокойся дедім мен уже. В один момент мен на ты кетіп қалдым. Честно. Аға, успокойся, білген жоқпыз, не болды? Мына жер ақша төлейтін парковка ма? Жоқ, төлеп берейік ақшасын. Жоқ дейді. Мына жерде біреудің орнын алып қойдық па? Жоқ дейді. Не болды боқтап кеп? Кеп просто бауырым, братишка, інім, балам келіп жаңағы өзің айтпақшы. Балам деп айтса, все, тік баласың ғой уже, все, қолың байланып қалады, ештеңе істей алмай қаласың. Балам, осылай, сен басқа парковкаға кіріп кеттің, осылай біліп жүр, келесіде келсең, все, аға, рахмет, что предупредили. Бір сұрақ болды ғой. Ойнаған образдарыңдан зрительден қандай реакция болады? Жаңа 2021 жылы Сержан братанның кезінде. Ана 4-ші серия болды, который мен боқтайтын, машина шешім тап шығып кететін. Сон Инстаграмда дайректте бір кісі жазады. Барып мына видеоны қарашы дейді да. Ішін ашып қарасам, баласы кішкентай бір 4 жаста ма, 5 жаста ма? Сені копировать. Давай істе дейді ғой. На, бір бәле боқтайды, короче. Сосын тұрады да, анау күледі, көрдің бә бір бәле дейді, короче. И наоборот, бір кісілер бар, короче. Маған жазады да, бауырым, ондай боғауыз сөздер түспей қойсайшы. Олай актер болмай қой. Ертең мен балам саған қарайды, саған қарап өседі дейді да. Мен айтамын да, менің балам, балаң маған қарап өспей қойсын деймін да. Өзің тәрбиелемейсің ба? Сондай параллельный несі бар да. Парадокс. Павел Воляның айтқан сөзі бар ғой, білесіз ғой, кімге? Гордонмен болған кезде, когда вот тоже жаңа комедийдің бір мезгіл қатты көтеріліп, енді көтеріліп кетіп, жаңа олардың да әзілдері жаңағы боғауыз біреуді кемсіту немен болды ғой, мысалы сол кезде. Украинаның журналисті ма? Жоқ, который российский Гордон бет. Тақырбас. Тақырбас. Украинский же.
украинский жоқ ана интервью алатын бес, который сақалды очки киеді, тоже Гордон вроде, қателеспесем. Соның жаңа тоже айтып отырсыз, қандай тәлім тәрбие бересіңдер, сендер бүйтіп жатсыңдар, сөйтіп жатсыңдар. Осындай кезде мен келсем Павел Волямен де жаңа сен мысалы кинода сен қайтадан айта кетейік, иә, ол мынандай болсын емес, осындай адамдар бар, сырттан өздеріңізді көріңдер деп көрсетеді негізі образдарда. И соны жаңағы Павел Воляға келіп ұрысып жатқан кезде ол айтады дейді, мен қазір бір-ақ сөзбен айтайын дейді, біз мына жерде істеп жатқан нәрсеміз ол бізге сендерге ұнай ма ұнамай ма қарамаңдар онда дейді, болды. Біз көрермен табады, осынаған күледі, бүйтіп түсінеді. Симпсоныдың создателінің айтқанын дейді, жаңа тоже келіп Симпсоналарға келіп ұрсады ғой дейді. Жаңа Барт Симпсон деп баласының аты, тоже андай бір тентек бала ғой, соны сөйтіп айтады. Соны ана создателі бүйтіп айтты, если вы не хотите, чтобы ваш сын был как Барт Симпсон, тогда не будьте сами Гомером Симпсоном деген ғой. Әкесі олардың, помните, Симпсон телевизорда отырып не істеп береді, баласына айтса. Сол шынымен он дұрыс айтып отырсың. Тәрбиені беретін телевидение емес, тәрбиені беретін актерлар емес, олардың образдар емес, әке шеше беретін тәрбиені. Болды. Просто жауапкершіліктен лақтырып тастайды. Балам болды, садик берем, олар тәрбиелейді, короче. Иә. Берем, одан кейін өзі оқып шығады өзі. Иә. Телефон беріп қояды, кішкентай бала өздері тәрбие. Сосын ренжиді, менің балам осындай болды. Иә, осындай болды. Қазір көбінесе 90 жылдардан по 2000 поколение, которое, можно сказать, было лишено воспитательного процесса. Почему? Потому что әке-шешелер были заняты. Түсінікті. Выживали, зарабатывали, им некогда было детей воспитывать. По сути, барахолкада нелермен челночник болып, нелер таскать етіп, ары бері былай қарасаң, целый пласт, целое поколение. Поэтому я, когда их вижу, они вот ведут себя по-небратски, ведут себя некультурно. Мен оны қараймын, да, это. И досым бар, Джексенов Арман деген десантник, Рязанское высшее десантное училище закончил, мой командир, поколение Пепси дейді олар. И он күліп айтады да всегда, битье, говорит, определяет сознание дейді. Ну, он сам рукопашник, мастер спорта по боксу. Қалжыңдап айтады да, по сути, мне иногда приходилось, коль наша тема зорлық-зомбылық туралы, мне иногда приходилось применять физическую силу в отношении молодого поколения, которое ведет себя абсолютно бестактно. Мысалы, я ехал в автобусе, күйеу балам көріп отқан шығар, эту ситуацию помнит. Күйеу балам, мен, қызым автобуста келе жатырмыз, ауылдан шыққанбыз, қалаға қарай. Сол кезде в автобус валились екі жігіт, жас жігіт, екі қыз. Түнімен ішкен, видимо. Нереально ауыздарынан перегар деген. Сонда я сижу, мынандай автобустар ряды былай тұрады ғой. А я боковой болады, бүйтіп отырады. Сол жерде қасымда орын болған кішкене. Сонда жаңа жас жігіт отырып алды, бүйтіп құйрығымен бүйтіп отыршы былай деп маған. Былай отыршы, не болды деп маған. И мне это так не понравилось. Я обычно стараюсь себя сдерживать, потом я говорю, не дедің? Я отыршы, он, видимо, хотел показать перед девушкой, что он такой крутой. У меня там шатыр падает, крыша, температура, давление көтеріледі. Я его сходу поднимаю, орындығынан тұрғызам да, прям при всех пришлось водителю автобуса, тоқтатшы дедім автобусты. Жағынан ұстадым да, за ворот, и снизу пришлось апперкотом воткнуть ему, чтобы он понял, кто я такой. Ну, в смысле, я тогда не актер был, никто. Ну, в смысле, это не был таким знаменитым, в смысле, известным. Пришлось его дық воткнуть, потом я говорю, автобустан түсірдіп, қасындағы адамдар, болды, аға, кешіріңіз. Мне пришлось его воспитать, в каком плане, чтобы он больше так себя не вел. Поэтому часто приходится, раньше мне приходилось это делать, потому что не понимает молодежь, что нельзя так вести себя в отношении взрослых. Вообще в обществе сидит, плюется, да, харкается, да, мен ондай нәрсені вообще терпеть не могу. Негізі ол дұрыс емес. Поэтому өйткені ол адамға бүйтіп культурно түсіндіріп айтайын десең, он не поймет, потому что у него когда ты пытаешься ему вежливо объяснить, он думает, что ты интеллигентных людей, как правило, воспринимают как это слабак, ботаник ретінде. Мне пришлось немножко на его уровень опуститься, чтобы дать понять. Енді қараңыз, бұл граньды сақтау
қаншалықты маңызды, особенно вот физикалық күшті қолданып отқан адам жағынан өздеріңіз білесіздер. Ең қазіргі резонансты іс болып жатыр, Талғарда болған ситуация. Тоже жаңағы, ал біреулер келді, бүйтіп кетті, жаңағы нехорошо себя повели. Екінші жақ решили жаңағы наказать, в итоге перенаказали болып кетті, например, деген сияқты. И вот сондай кездерде вот тоже ойлайсың да, как бы бар кейбір ситуациялар, вот где күшсіз никак шеше алмайсың. Вот жаңа өзіңіз айтып отырсыз, тоже деп жатқан кезде, бірақ сіз енді прямой не воткнули, вы былайынан ұра салдыңыз да, например, түсінген бол. Әрбір адам енді бір не істегеннен кейін қорқып қалады ғой. Білмеймін енді. Тоже даже бесплатный плов үшін төбелес болып жатыр. Естеріңізде ғой, наурызда мысалы үлкен нелерде, үлкен шараларда жаңағы тегін палау беріп отырады, сол палауға болады төбелес басталып кетеді. Ол енді мүмкін, понятно, әрбір нәрсенің алдында жаңағы ситуация, которая к этому приводит, өте тоже животрепещущая тема ол дейтін, жаңағы семейно-бытовое насилие, да, вот ол жақта тоже, нет алкоголя, да, там, даже можно сказать халяльная семья, да. Бірақ алып келеді тоже ондай ситуация. Поэтому точно тут может быть проблема где-то в самой культуре, наверное, человека. Вернее, отсутствие этой культуры, либо подмене понятий, что культуры деп ойлаймын енді мен өз басым. Себебі енді жаңадан берді біраз айтып отырмыз, енді ол болмайды тоже жаңағы, вот осындай кино түсіресіңдер, боқтайсыңдар, сөйтесіңдер, ол жақта осындай көрсе, сондықтан бізде ондай болмайды. Ол себебі дейтін енді жаңағы адамдарда, ол жаңағы кино түсірушілер ол сіздерге зеркалить етеді, ол көрсетеді, осылай болып жатыр, айналайындар, давай олай болмайық. Дұрыс айтасыз. Деп көрсетеді на самом деле. Не сияқты ғой, жақында ғана вот 2 ай бұрын бригада сериалын полностью қарап шықтым. От и до. Сондай болады, сондай. Менде бар ғой аға, Полат Алимдар деген болды ғой, Долина Волков деген. Сол 2004 сериал ғой. Соны мен қайттан бастап қора жүрдім, тоже самый жаңағы. Түрін өзгертіп жіберетін бір мафия. Оны, оказывается, кейбір кино туындарда сенің возрастың мен миыңа байланысты осы моментте басқаша қарай бастайды екенсің. Мысалы кезінде бригаданы, мектеп кезінде қараған кезде, 16-17-теміз ғой, бригада шыққан кезде қарадық. Чё мы хотели? Погоняло. Жаңа бригада галатить етеміз өзімізше. Енді ешкімді ондай неге дейін кетпейсің, бірақ әйтеуір погонялымыз бар. Мынау сен мынаусың, сен мынаусың, сен маған чисто погонялымен обращаться ететін болған ондай кездер. Потом сенің бригадың ана бригадыңмен барып сыйыспайды. Төгілесесің, бүйтесің, сөйтесің. Как бы на детском уровне ол кездегі. Өкінішке орай қазір мектептерде топтастық бар ғой, топқа бөлініп слово пацанадан кейінгі дейді. Бар, ондайда да бар, әлгінге дейін бар ғой енді. Мысалы, слово пацана шықты енді. Қазір тоже слово пацанадан кейін қанша әңгіме болды да, жаңа топтасып погонялдар қойып жатыр дейтін сияқты өздеріне жаңа. Бірақ енді мына 34 жасымда қарадым бригадан. Қайтадан вообще басқа кино. Ол не про это. Жаңа ғана бір мен үшін 34 жастағы Алмасқа бригаданы қарағандағы ең ключевой фраза болған, жаңағы есіңде ма? Кім космос гипспен сынып келеді ғой, аварияға түсіп істеген кезде, жаңа потом Саша Белый келеді, енді үйіне келіп жаңағы өйстіп қисайып отырады, анау мынау, сол кезде космос айтады ғой, есіңде ма? Тогда в 90 каком-то году ана муханы, это я же застрелил дейді. Типа, а что тогда на мне гонялись? Мынау десе білмеймін, мен аттым дейді, кешір Саша дейді, либо сені пышақтайтын дейді, либо мен оны ататын едім дейді, короче, сол кезде тыңдап отыратын. Ах, кос, был бы ты моей женой, я бы сказал, че ж ты мою всю жизнь испоганил, деп айтады дейді. И на самом деле, Саша Белый да өзі айтады, испоганил жизнь, болды, на самом деле. Маған сол фраза, самая ключевая фраза болды. Вот 34 жастағы Алмасқа. Білмеймін, 50 жасында қараймын. 50 жасына келген кезде какая-то ерундистика дейсің. Какая ерунда дейтін сияқты. Мысалы, Крестный отец. Сіздің замандағы самый громкий кинолардың бірі, жастардың миларына. Тоже мен білем қанша адамдар жаңағы, знаешь, система прям. Марлон Брандо, бұл бастық, мынау Роберт Де Ниро.
Иә, мынау дейтін, мынау дом болады, мынау дейтін капариджиме, мынау дейтін кім болады, короче, консильери болады, анау мынау деп қойып Том Каждый Хейген. персонажға описание да. каждый персонаж, Том Хэган, консильери, там анау Майкл Корлеоне, мынандай. Ол кезде енді мафиозный система бар ғой, енді сөйтіп келеді. Вообще же не про это кино. Кино же про то, как Марлон Брандо өзінің семьясын пытался сделать легальной. Да, это Марио Пьюзо, «Крестный отец». Я Я его захлеб прочитал, она небольшая книжка. небольшая книжка, я. Но прочитал, мне очень понравилось. И былай қарасаң, там тоже насилие, там тоже убийство. Бар. Да. Как они пришли к этому, да. Он бәрін көресің. Однажды в Америке тоже почти то же самое. Лапша да? ма? Лапша, да. Правда, еврейская там семья. Я. Былай қарасаң, все жаңағы достижения в этом фильме показывают, но и с другой стороны, жаман жағын көрсе ғой, там насилие сплошь и рядом в этом фильме. Көресің, оның бәрін, но от этого же не стали люди сразу все бандитами, там, я не знаю, кем-то. Просто этот фильм носит такой характер, как бы, Познавательный. Вот я так считаю. Иә, а оны кейбірлері жаңағы как призыв к действию қабылдайды деген сияқты. Енді бүгінгі біраз әңгімелерді айтып отырмыз. Енді соңғы бір сұрақ түртіп кеткім келіп отыр. Жаңа сен менде айтқан кезде еркіндік, қазіргі заманда еркіндік көп дедің ғой. Соны дейтін еркіндікті тәрбиесіздікпен вообще андай жалпы вседозволенностьқа алып келетін жастарға не айта аламыз қазір? Ол еркіндік дейтін ол жаңағы мидың еркіндігі Басқаша түсініп қалатындар. иә. Жаман жағымен да. Жаман жағымен, иә. Еркіндік деген еркін өсу, любой жерде өзіңді еркін ұстау, еркін сөйлеу, біреудің алдында ұялмай, істегің келетін нәрсені істеу. Енді ол дұрыс жағынан, тәуелсіз болу, дұрыс жағынан. И миыңның еркіндігі ғой. Иә, миыңның еркіндігі. Іздегің келе ма, бар Марвинға барып кітап оқы. Либо там бір компьютерге қорды, YouTube қарап, біреулердің несін қара, өзіңнің профессияң бойынша. Ал кейбіреулер жаңағындай болады ғой. Не істей алады маған ол дейді де, короче, біреулерге, короче, не, бір бәле, короче, либо там жаңа охранаға деген сияқты, либо там жаңа полицейскийлерге деген сияқты. Алысқа бармай қояйық, біз не етіп қалады да. жақында бір Ерболды мен шақырғам, екеуміз бір контент түсіргенбіз. Как раз сол кезде біздің қоғамда қатты талқыланып жатқан тақырып ол жаңағы салықтың мәселесін көтерді ғой. Ана блогерларға салық салады, анау мынау деп. Сол кезде мен костюм шалбар киіп, галстук киіп, жаңағы біздің кейде мен бүйтіп жаңағы очки киіп аламын ғой, көзілдірік, зрениеға неғып байланысты. Тура образ кәдімгі бір адамға ұқсайды, бір персонажға. Сол кезде мен тура соны сомдап шықтық екеуміз. Оны көрсетуге де болады негізі. Бірақ мен салдым да, Инстаграмға салдым, сразу вирусица етіп кетті ол. Сразу алып тастадым мен. Себебі я человек того поколения, который осознает, что ойбай, я что творю дегендей. Это, в принципе, если так разобраться, оно меня никто за это даже не осудит, не засудит, ничто не смог сделать, потому что там прямого конкретного упоминания нет. Тем более ко мне обращается Ереке. Ереке дейді, ну да, может, ержамын ғой мен. Ереке. Как ты докажешь? На самом деле, месседж идет в ту сторону. Түсінікті. Бірақ сізде ол кездегі еркіндік болмағанның несі ойнап қалып отыр ма жаңағы? Енді ол все равно я анализирую последствия. Иә. У меня есть критический анализ, я ойландым. Так, ладно, жарайды. Контент набирает обороты, жаңағы просмотры. Это дойдет до определенных кругов. Я не скажу, а что он себе позволяет дегендей. Я вовремя остановился, скажу, да, лучше удалим дедім. А біз болса оны жастар болса сала береміз ғой. Мен мысалы бір видеом болған, намаз оқытады да. Намаз оқытқан кезде ондай, енді білмеймін, ассалаумағалейкум бірдеңе деп барлады ғой. Мен уалейкум ассалам деген екі бала намаз оқыды. Сол контент түсіргенбіз ғой. Кетті ма соң? Иә, түсірдік. Біз андай просто прикол ретінде ғой андай. Уалейкум ассалам и все, біту керек видео. Ана жерде, короче, уалейкум ассалам деген кезде мен қасымдағы партнер, короче, деп қалды и бітті видео. И мен, короче, сал жерем ғой. По идее, ана күлмесе, халық нормально қараймын еді деген сияқты. А күліп қойғаннан кейін, типа, ана мазақ қылып жатсыздар, анау-мынау тиктокта андай не істеп жатыр да, типа, жаңа еркіндік дегенге бар ғой, андай, типа.
уже иә ол енді уже құдайдан қорқу керек шығар. иә одан кейін енді жаңа ерекемен енді бір жағымен келсем, бұл немен критикалық ой болу керек. Себебі дейтін, енді мысалы сіздер, менің позициям мынандай: сенде бір 500 подписчигің бар ма? Мыңдап, миллиондаптарды айтпай ақ қояйын. 500 подписчигің бар ма? Сен уже аудитория. Ол бір үлкен Театр ғой. бір театр. И сен ана 500 адамның миына жауаптысың уже бүгін. И сен ана, не дай бог, бір өзіңнің бір ішіндегі тараканыңды транслировать еткен кезде, ана 500 адамның бір 10 адамның миын ашып жіберсең, ойбай да, ол дейді. 10 мыңдап, миллиондап подписчиктары бар адамдарды мен вообще түсінбеймін кейбір кезде, андай қатты нені істейді ғой. Ол енді білмеймін, ақша керек болғаннан кейін шығар. Түсінікті. Ол да түсінікті. Солардың сторонасы өткізесің. Жоқ, ақша керек болғаннан кейін андай просмотрлар статистиканы жинайды, бүйтеді сөйтеді, ол түсінікті оның бәрі. Бірақ андай нәрселер бар ғой, жаңағы қалай айтсам екен? Әрбір нәрсеге, мысалы, ойыңды айтасың ғой, ойды айтып отқан кезде мен всегда айтамын, бұл мен субъективті ойым дейді. Ереке дейін де байқаймын, бұл мен, кешіріңіздер деді да сразу, бұл мен субъективті ойым дейді. А кейбіреулерге айтады, ұра береді осылай. Просто догма ретінде. Былай дұрыс, потому что қағида ретінде айтып тастайды, короче, типа. Жаңағы, например, мен бір-екі блогер қатты күлкім кетті сол кезде ше, мен просто айтқан потом олар. Бір-екі блогер жаңа прямой эфир жүргізіп отыр. Прямой эфирге тақырыбы Қазақстандағы ажырасуның мысалы санының көбеюі дейді. Ана екі бала үйленбегенше никогда. И тем более ажыраспаған да. Мен сол кезде айтамын да, сендер неге ол сұрақты поверхността түртесіңдер? Болмайды так делать. Потому что әрбір разводтың артында бір себеп тұрады. Ол деген трагедия, драма тұрады. Мен бір историяны естігенмін да, андай, оказывается, ДНК несовместимость дейтін тема бар екен. Білесіз ба? ДНК несовместимость дейтін тема бар екен. Просто, олар екеуі жаңа бір-бірін қатты жақсы көреді, бүйтеді сөйтеді, бірақ бала көтере алмайды. Ең сол кезде ана екеуі ажырасуға тура келеді да. И жаңағы айтады, себебі, давай мен сен менің уақытымды алмай қойып деп бір. Екеуі бір-бірін қатты жақсы көреді, сүйеді, бүйтеді сөйтеді, пара кәдімгідей. Анан ұрпақ керек. Бірақ не то что ұрпақ керек, просто екеуі бала көтергісі келеді, екеуі бала сүйгісі келеді деген сияқты. И вот сол кезде алады да сөйтіп, вот сондай причинамен ажырасады, например. Мы их как в одну гребенку разводов можем привести. Нельзя же так делать, например. Мысалы біздің мама папаларымыз, которые Ержан ағаның құрдастары, Ержан ағаның замандастарының кезінде мысалға ондай біздің қазіргідей жылтырақтар жоқ. Мысалға бір кеттік анда барайық десе бара салатын жер жоқ. Бұл кісілердің заманында бір жаңағыдай клубтарыңыз болды, бір декада дискотека, алкогольный бір нелердің заманы болды ғой сондай. Бір жаңа 90-шы жылдар нелер. Қазір қарасаңыздар развлекательный таңдаулар өте көп. И поэтому қазір жастардың өзі, мен өткенде білет Қостанайға білет қыдырып барған кезде бір клубқа енді бір достарым шақырды, барсам 17-16 жастағы жасөспірім қыздар жүр. И жасын сұрасаң ұялмай айтады. Андай. И мен кәдімгідей шок болдым да. Андай. Мен бірақ андай біз тоже өскенбіз ғой, папалардың әңгімесін естіп, мамалардың әңгімесін, ол кісілердің заманында ондай болмаған. И сондықтан қазір жаңағыдай еркіндік дегенге айтып отқаным ғой. Өте көп рамка жоқ ол кісілерге. Қазіргі біздің ұрпақ дейші, сондай адамдарға ондай рамка жоқ. И поэтому ойларына келген істейді, жаңа айтып отқан шекердің темалары, мына жақта басқа нелер, киноны да адамдай таңалдыра алмайсың уже адамдарды ше. Андай біреулер жаңа бұрын вайн түсіретін еді ғой, вайнды көріп ва деп отыратын еді, КВН-ді көрсең ва деп. Қазір КВН-ді көрмейді ешкім, вайнды көрмейді. Қазір анау дато блогерлар не істерін білмей, даже жерге машинасын көміп жатыр, даже бар ғой андай. Бір шоу істеп жатыр, машинасын өртейді, короче. Машинасын ұрады. Андай. Сонда бір трагический сценарий қызық емес, короче, оларға сценарий қызық емес. Сценарий қызық емес, шоу қызық. Каскадер қаза болды. Тоже бір естідім болды ситуацияны, тоже бір. Ол каскадер емес ол дейтін, сол мобилограф па, бірдеңе бір. Он как их называют? Паркурщик. Сол паркурщик қаза болды. Осындай бір не болды, бір ситуация болды, жаңағы прикинь, жаңағы бір паркурщик па бірдеңе жаңағы машина болады ғой, қандай машинасын секіріп өту керек, бірдеңе в общем істеген болған. Үлгермей қалады да, қаза табады, например. Стоит ли оно? Мне кажется, нет. Конечно. Просмотр үшін. Сондықтан да қазіргі енді түйінде отыра, бүйтіп айтқым келіп отыр. Келсесіздер ме, келіспейсіздер ме, білмеймін енді, ойларыңызды айтасыздар. Сразу ма? Ең біріншіден
спикер красавчик қой. Спикер красавчик. ең біріншіден талдау керек деп ойлаймын өз басым. Контент талдаған кезде, ананы талдаған кезде ой біреу мынаны қарау керек, мынаны қарамау керек. Егер мынандай контент ұнаса сіздерге жақсы, бірақ оны дейтін жаңағыдай ол дейтін осындай бір нақты бір қағида ретінде онда көруге болмайды. Одан кейін жауапкершілік біріншіден. Қазір дейтін жауапкершілікті лақтырып отыр, жаңағыда сіздер дұрыс айтып отырсыз. Киноға лақтырып тастайтын персонаждар боқтап үйретті бізді, аналар боқтатты менің балаларымды, мына кинода бүйтеді, мұғалімдер мектепте үйретпеді, тәрбиелемеді, бүйтпеді. Әрбір адам баласына жауапты ата-ана. Ал уже подросток болған балаларға, сәл уже естері келген балаларға менде айтқым келетіні, сен өзің өміріңе жауапты, өзің даже ата-анаң жауапты емес. Ата-анаң саған условия берді, оқыты, тоқты, үй берді, басын қатпайды, ары қарай өзіңе жауапсыз. Қазір андай мен қатты жек көремін. Көп болып кетті андай бар ғой, у меня обиды, травма на родителей. Детская травма. Депрессия деп лағады ғой. Алдында бір подкаст айтып едім, тағы да бір айтқым келіп отыр, соны ата-анаң в пределах возможностей сол кездегі уақыттың, ақшаның, өзінің өмірлік дағдарысының возможностьтарды мүмкіндігіне бүкіл пределдан жоғары берді нәрсені. Бір сұрақ бар, спикерге бір сұрақ. Ақыр біз осы жаңағы енді поколениялардың әңгімесін қозғадық қой. Сол кезде былай қарасақ, мысалы, қазір жастардың поколениясымен салыстырмау түрде қарасаң, мысалы менің поколениям былай. Сіздерге тікелей сұрақ қойсам, әскерде болдың ба? Мен болған жоқпын әскерде. Әскерде болдың ба? Жоқ. Көп жастардың көбісі әскерге барғысы келмейді. Өйткені негатив көп, ана-мына өліп жатыр, бүйтіп жатыр. По каким-то причинам, я не знаю, не хотят служить. Хорошо, жарайды, бармай-ақ қойыңдар. Мен әскерге барып келдім. Я из вполне самодостаточной семьи, әкем главный врач Центральной районной больницы. На момент медкомиссии являлся в военкомате, он председатель медицинской. Можно было откосить. Он мне сказал, отец сказал, балам, бармаймын десең қазір проблем жоқ, саған военный билет жазып беруге. Тем более у меня и так плоскостопие последней степени, меня должны были вообще от армии откосить. Я сам напросился, пошел, отслужил в воздушно-десантных войсках. Меня 3 этапа комиссии, то есть районная комиссия, меня бракует, отец сказал, давай барсын. Потом меня бракует областной этот Джамблда. Они говорят, ты аяғың плоскостопие, еще на колене у меня жара мынандай, бородавчатая дисплазия эпидермиса, полностью все колено в бородавках. Он говорит, что это такое? Я говорю, бородавчатая дисплазия эпидермиса. Ойбай, сен бұрынғы запасбайшының баласың ба? Я говорю, точно әскерге өз еркімен барасың ба? Я говорю, өз еркімен. Деп звондап, әкемнен сұрап, рас па, балаңызды жібердіңіз? Барып келсін. Сөйтіп, часть попал, в части меня блокируют, говорят, служить етпейсің, сен комиссовать етеміз. Я говорю, я буду служить, я отслужил. Теперь я к чему говорю? Сейчас вы знаете прекрасно, что геополитическая обстановка очень сложная. Вы это прекрасно знаете, что происходит в соседних странах. Да? То есть, если завтра час X наступит, вот эта молодежь, которая вот сіздердің поколением, сіздерден де жастар, они встанут на защиту Родины. Вот у меня очень большое сомнение. Почему? Потому что, к сожалению, идеологическую борьбу мы проиграли. В каком плане? Патриотизм нас. Барса өздері барып келсін, мен бармаймын дегендей. Почему? Потому что біз кезімізде әскерге бармау, это считалось вообще это как будто это либо инвалид, либо это я не знаю кто. С тобой девушка даже дружит, не дружила, айтады, я на әскерге бармауым какой-то не такой дегендей. Просто из принципа барып слушать етіп келдім. Хотя я понимал, что, возможно, я в армию пришел, думаю, что я здесь делаю? Мне эти мысли посещали. Ведь я в 22 года в армию пришел служить не со своим призванием, я время теряю. Но с другой стороны, я приобрел большой опыт жизни, который мне сегодня помогает бороться со многими трудностями. Өмірде неше түрлі күйзелістерге мен не қылғам, ұшырағам, бірақ именно та закалка, тот дух, который мне дали в воздушно-десантных войсках, мне помогает в жизни преодолевать эти трудности. Сол сияқты, я к чему говорю? К сожалению, қаншама жастарды көремін, тик-токта отырады, анаяқта отырады, жаңағы кью-поп дейді, жаңағы корейстерге шаштарын бояп, мысырға киіп, женоподобный. Я просто, мен ойлаймын, бір сұрақ бар, мен алаңдататын бір үлкен бір не бар, қауіп бар. Ертең Құдай бетінен аулақ біздің мемлекетке осындай
қиын кезең келген кезде сол жастарым тұрып бере ала ма екен дегендей. Бүйтіп айтайын, жаңағы совет үкіметі кезінде сізден үлкен жаста адамдардың поголовно барлық мужское население служить етті деп айтудың да өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ол кезде де армияда служить етпеген адамдар болды. Қазіргі замандағыда мысалы тоже енді көбі, большинство армияға бармайды, бірақ та мүлдем бармайды деп те айтуға да болмайды. Армияға баратын жігіттер кәдімгідей мен де армияға служить етемін, мен де барамын, военкіге баратын, одан кейін ары қарай воен институтын оқиды, ондай жігіттер де жетеді. Қазір оны там, допустим, біз Ерболдың или маған қарап бүкіл поколенияны тоже олардың слушать етпейді ау деп, ол да үлкен қателік деп ойлаймын. Одан кейін енді жаңағы вдруг бір какой-то жағдай, бұл Құдай сақтасын болып қалған жағдайда, ол екі мәселе. Бірінші мәселе, ол дейтін 18 жастан бастап әрбір мужской адам ол уже автоматически как бы өзінің заң бойынша ол в любом случае уже обязан будет защитить свою родину. Если сен осы мемлекеттің гражданины болсаң, жақында ғана неде болып еді, қалай еді, День защитника Отечествода 7 мамыр күні жаңағы ерлер күні деген кезде қосылды ғой, жаңағы әйелдерді айтады, неге тек қана ерлер күні дейсің, олардың бәрі защитник қой дейді. Сол жерде бір күшті комментарий болды, хотя бы потому что дейді, егер бір үлкен жағдай болып қалса, 18 жастан бастап любой ер адам, вне зависимости от того, служил не служил, он будет мобилизован. Не первой волной, но будет ли он защищать, но тут такая ситуация. Опять-таки, менде, например, көп адамдарда кезінде Советский Союздың армиясында көргендер, о жақтың тәрбиесін көргенде, армияны көрген адамдардың арасында да қанша да дезертирлар болды. Қанша өзін мемлекетін сатқан, ол кездегі мемлекетін сатқандар, қасындағы жүрген адамдарды сатып, тастап кеткен, лақтырып кеткен, не істемеген адамдар болды. Ол дейтін просто адамның психологиясына байланысты деп ойлаймын. Потому что есть трусы, есть не трусы болды. И ол дейтін, ол не зависит от того, служил, не служил. Служить етіп трус болғандар да бар. Служить етіп армияның тәрбиесін көріп не істеп, реальный ужасы войныды көрген кезде дезертировать еткендер де бар. Поэтому тут никто не может гарантировать, будет ли он до конца стоять или не будет до конца стоять. Потом мен, например, андай негеде тоже қарсымын да, кейбір кезде вот айтады, армия күш тәрбие береді. Бірақ өмірде күш тәрбие береді. Өмір тоже үлкен күш тәрбие береді. Например, мен ауылдан келіп, мен да слушать еткен жоқпын. Бірақ мен кішкентай ауылдан келіп, Алматыға келген кезде, мына жақтағы өмірмен темпна ана волнаның үстінде серфить ету үшін мен біраз опыт көрдім. Например, я тоже так считаю, что практически, можно сказать, прошел какую-то подготовку. Может, не военную, но жизненную подготовку какую-то прошел. Деп ойлаймын енді өз басым. Вот, ответ осындай. Теперь еще один вопрос. Ага. Кто твой кумир? В каком плане? Вообще, назови своих кумиров. У меня нет кумиров. Потому что я считаю, что ол андай. Я могу восхищаться определенными историческими личностями, определенными персонажами, но вот прям барғанда адамдар, вот он мой кумир, я хочу быть так, как он. Нет, я считаю, что каждый путь индивидуален у человека. И кумиром для любого человека должен быть ты сам, там, лет через столько-то. Вот фанати от себя, которым ты будешь там в 60 лет. Вот тогда кайф. Я просто тоже резюмирую именно вот этот наш сегодняшний подкаст. Я считаю, что каждый человек, который является членом этой ячейки общества, да, вот, мы барлығымыз енді қоғамның адамымыз ғой. Жалпы өз ячейка общества — это семья. Мен ойлаймын, каждый родитель должен для своих детей быть кумиром. Когда ему зададут вопрос, кто твой кумир, он должен сказать, для меня кумир мой отец. То есть мы должны соответствовать этому статусу. То есть для того, чтобы восхищаться своим отцом, стараться быть похожим на своих родителей. Для этого, вот я еще раз говорю, для меня, мен балаларымды қалай тәрбиелеймін? Я стараюсь быть для них примером. Во всем. Что бы я ни делал, чтобы они старались быть похожими на меня. Потому что они знают мой путь. Как я начинал, с чего я начинал. У меня нет никаких связей, никаких кукиш-кагаш, которые человек сделал себя сам. Я их мотиватор. Они на меня смотрят, они учатся у меня. Поэтому, еще раз говорю, бұл өмірде әр адам өз балаларын тәрбиелегісі келсе,
именно он стараться должен быть для них, для своих детей кумиром. бір андай бар ғой, андай фраза бар ғой, как бы хочешь воспитать детей, в первую очередь воспитывай себя, они саған қарап өседі дейтін сияқты. Поэтому, то есть там, допустим, ну, как бы с термином кумирство я, наверное, здесь чуть не согласен буду, да, потому что там, допустим, я бы хотел бы, чтобы мои дети равнялись на меня, но были намного лучше. Ну, разумеется, любой отец хочет, чтобы его сын был лучше, да. А когда кумир, ты все-таки хочешь быть как он. А я не хочу, допустим, Миндианда, я не хочу, чтобы мои дети там проходили то, что я проходил, там, допустим, да, и вы тоже этого не хотите. Например, я верю в это, там, сіз көрген нәрселер, да, где-то что-то, допустим, кейбір нәрселер, даже мына нелерді зомбылықта айтып жатқанымызда, вы где-то, может быть, даже и романтизируете или даже говорите о том, что это было веяние времени и так надо было, но вряд ли вы хотите, чтобы ваши дети через это проходили. Допустим, мы сегодня поднимали тему насилия в школах, да? Да. Я это проходил в 80-х годах, где мне приходилось... Я должен учиться отлично, да. Но помимо этого я должен еще уметь за себя постоять. И каждый день у меня начинался с того, что я вечером сижу и думаю, завтра опять драка будет. Қазақ мектептің балалары келеді, мен орыс мектепте оқығанмын ғой. Келеді, тиіседі, қайтып төбелесеміз. И нельзя никому сказать, я каждый день у меня драки, рамсы идут. Да. Но при этом сондай ұғым болды да, сдал, все, сдавал аласың, короче. И нельзя. И ты вот держишь марку этого. И вот я про себя думаю, если мои дети будут проходить через Құдай сақтасын. Конечно. Но при этом я же не стал же плохим, там, я не знаю. И вот те люди, с которыми когда-то у меня были эти конфликты, қазір олар ұялады мені көргенде, Ереке ұялады. Қандай ақымақ болдық дегенде. Сол сияқты все со временем проходит. Все со временем проходит. И потом ол дегенде тек қана мынандай нелерге емес, ол андайлар да болады ғой, например, енді Ербол сен білетін шығарсың, енді сіз де білесіз ғой, Алматыға келген кезде қаншама съемный квартиралардан өттік, бүйттік, сөйттік, мысалы, үйсіз күйсіз қалған кездер болды. Әлде сондай тұғын. Әлінге дейін сон. Бірақ енді сен мысалы ертең өзің бала шағаңды үйтсін деп не істемейсің ғой, например, тоже бүкіл жұмысың жасап сол кезде енді я не знаю. Я поэтому, наверное, говорю, да, то есть мой отец для меня безграничный авторитет. Но кумиром сам себе я хочу быть сам деген сияқты ғой. То есть потому что там андай кезде бір кезде бір 60 жасыңда отырып естіп қарап, молодецсің деп бар ғой. Осындай немен түйіндейік та сіздерге қоғам подкасты каналының атын, қоғам дауысы каналының атынан сіздерге осындай сыйлықты естелік ретінде берген табыстағым келіп отыр. Рахмет, құрметті тыңдарман, үлкен керемет подкаст болды. Осы подкасттың ойларымен келіссеңіздер, келіспесеңіздер, бәрін комментарийға жазып отырып, колокольчиктарыңызды қоюға ұмытып кетпеңіздер.